Өкініш. Үйдің жалғыз қызымын. Менен үлкен 2 ағам, 2 інім бар. Әкем ауыл әкімі болатын. Ең бірінші болып, ең жақсы киімді де, ең жақсы тамақты да бірінші біз көретінбіз. Жалғыз қызым деп, әкем мені 4 ұлынан ерекше жақсы көретін. Бетімнен қақпай, ешкімді сөйлеттірмей қызғыштай қоритын. Менің айтқаным заң. Мектепті де жартып оқымадым. Ұйқым қанбаса бармай қалатынмын. Барсам да кітап бетін ашпайтынмын. Бір күні сынып жетекшім, Жақсылықова, тұр, сабақ айт деді. Тұра қоймадым. Әдебиет сабағы болатын. Мен саған сөйлеп тұрмын деді, үстелдегі журналын тарс еткізіп жауып. Айтпаймын, дайын емеспін дедім де отыра бердім. Ол кездерде киім деген дефицит еді ғой. Ал маған әкем қалайда, қайдан тапса да айтқанымды әкеп беретін. Киіміме мақтану үшін ғана сабаққа баратынмын. Шашымды да жайып, бантигімді бір бұрышына қыстыра салатынмын. Содан мұғалім мен тұра қоймағасын, қасыма келіп иығымнан жұлқи бастады. Тұр орныңнан, жүрісің мынау, басқа қыздар шаштарын 2-ге өріп келеді. Сен жайып келесің, сабаққа келгін келсе келесің, келгін келмесе келмейсің. Ұялмайсың ба, қызсың ғой, деп иығымнан түтпектей берді. Сен маған шешем бе едің, ақыл айтатын, орныңды біл, деп атып тұрдым. Столдарымды итеріп құлатып шығып бара жатқанымда, көргенсіз, тәрбиесіз, адам болмайсың сен қыз, болмайсың, қарада тұр, деп айғайлап жатты. Ол кезде мұғалімге қарсы шығу деген мүлдем жоқ десе де болатын. Қазір ғой мұғалімнің қадірі қашқаны. Мен де әкеме сеніп, сол мұғалімді менсінбедім. Үйге долданып келдім де, сөмкемді лақтырып жібердім. Түскі асын ішіп отырған әкем, «Әй, не болды аппағым, көңіл күйің жоқ қой», деп кеседегі шайын қоя салып. 9-шы сынып оқушысы едім. Бөлмеме ашуланып кіріп, есікті тарс еткізіп жаптым. Артымнан әкемнің келерін біліп отырмын, күтіп отырмын. Артынша кірген әкем, «Не боп қалды қызым, кім ренжітті?» деп бәйек болып жатыр. «Анау, гүлім оңбаған, мені ұрды» дедім. «Ұрғаны несі, не үшін?» деп көзі шарасынан шыға жаздады. «Білмеймін, ұрды. Сабақты бір қайталап алайыншы, ұмытып қалдым» дегенге келіп, указкасымен арқамнан соқты дедім, міз бақпай. «Ой, әдірен қалғыр, менің қызымды ұратындай кім едің сен? Көзіңе көк шыбын емелетпесем бе сенің гүлім?» деп ашуланып әкем шығып кетті. Мен марқайып өшімді алғаныма қуанып, кереуетке шалқамнан құлай кеттім. Әкемнің қалай сыбағасын беріп жатқанын ойша елестетіп қоямын. Анам дереу кіріп, «Әй, оңбайсың ғой сен қыз, бәле өзіңнен бар шығар. Барғың келсе барасың, қайтқың келсе қайтасың. Сабақ оқып, кітап бетін ашпайсың», деп жұдырығымен басып қояды арқамнан. «Ой, әкең бірдемені бүлдірмесе болар еді. Әй, оңбайсың ғой, оңбайсың», деп 2 қолын тізесіне қойып анда-санда шапаттап қояды. Қолын бетіне апарып, бетін шымшып қоятыны тағы бар. «Ой, қойыңызшы», деп шығып кеттім. Ашуланып шыққан әкем бірден директорға кіріп, мұғалімнің сазайын беруін бұйырыпты. Әкемнің маған ғана мейірімділігі бардай көрінетін. Түрінің сұстылығынан көп адам жасқанушы еді. Сол күннен бастап директорымыз Гүлім апайдың соңына түсті. Ескертпестен сабақ үстіне кіріп келіп сабаққа қатысатынды. Қағаздарын тексеріп дұрыс еместігін айтатынды. Жиі сынға алатынын көзіммен көріп, құлағыммен естіп жүрмін. Оған мен марқайып мақтанбасам, жасқанып ұяла қоймадым. 1-2 айдан соң Гүлім апай өз еркімен арыз жазып жұмыстан шығып кетті. Түртпектен қашқанын бәріміз білдік. Жеңіс менікі. Алайда ол кісінің күйеуі 1 апта жұмыс істесе, 1 ай көшеде аунап жатып ішетін. 3 баласы бар еді. Жұмыссыз қалғанына анам мені және әкемді кінәлап,
Біреудің сорын қайнаттыңдар-ау, жеттей балаларын қалай асырайды енді? Байының сиқы анау. Ай қайдам, мұның да көз жасымен өтемі болары анық қой, деп терең күрсінді. Менің қызымды ұратын адам әлі туылған жоқ. Көзімнің тірісінде ұрмақ түгілі ешкімнің көзін алартпаймын, деп әкем шашымнан иіскеді. Мен мәзбін. Осылайша 9-шы сыныпта аяқтап, колледжге түсемін деген ой келді. Ойыма бір нәрсе келсе, соны жасамайынша тыным таппайтын едім. Қалайда алып шаһар Алматыға баруым керек, деп мақсат қойып қиғылық сала бастадым. Себебі ауыл қызықсыз еді. Күнде таңертең сабаққа барасың, келесің, сиырдың, қойдың дауысы, иісі, сүт, айран, ет дегеннен жерініп. Қаланың өмірін, қыдыруды, еркін жүруді аңсай бастадым. Әрине, әкемді де көндірдім. Үлкен ағам Алматыда тұратын, бірақ вахтада жұмыс істейтін. 21 күн үйінде, 21 күн жұмысында. Жарайды, бір барып алайын, ол жағын ойластырамын, деп Алматыға аттандым. Медколледжге ақылы бөлімге түстім. Алайда ағамның үйінде өкпем қысылды. Менің келген арманым мен мақсатым мүлдем басқа. Апама жездем сай дегендей, группада өзім сияқты жеңілтек, ұшқалақ қыз бар екен. Сол маңайда пәтер жалдап тұрады. Бар арманым сол қыздың қасына көшіп бару болды. Түнімен қыдыру, темекі шегу, қысқа киіну, өмірдің қызығы осы шығар деген ой келді. Әкем күніге кешке үй телефонына қоңырау шалатын. Бір күні, пап, маған үй алыс болып жатыр, оқудың айналасынан пәтер қарастырайын дедім. Жоқ, ешқашан олай ойлама, туған ағаң тұрып пәтерде жүрмейсің, деп қысқа қайырды. Ағам барда момақан қозыдай, үй тірлігін жасап бала қарап жүремін. Ағам жұмысына кете сала, сен маған ақыл үйретпе, деп жеңгемді жекіп, түнімен әлгі құрбыммен қыдырамыз. Темекіні де, ішімдікті де сол кездерде үйрендім. Жеңгеммен жиі шекісіп қала бердім. Ағам келгенде сүтке тойған қозыдай, айтқандарынан шықпаймын. Жеңгем мені басында ақылын айтып, сабырға шақырғанымен, кейін білгеніңді істе, деп қолын бір сілтеп маған бетіме де қарамайтын болды. Маған да керегі осы. Ағама, жеңгем менің үйде жүргенімді жақтырмайтын сияқты ма қалай? Деп ұрыстың ұшын бір бастап қойдым. Ағамның үйінен қалайда кетуім керек дедім. Жеңгеммен алакөз болуым да сол үшін. Ағама, жеңгем мені жақтырмайтын сияқты дедім. Сол түні екеуі бөлмелерінде қатты ұрысты. Ұрыстың себебі мен әрине. Естіп жатырмын. Сен неге менің жалғыз қарындасымды жақтырмайсың? Үйде жүргені саған салмақ салып жатыр ма? Не қабағың бір ашылмайды, деп ағам шықты. Этаждағы үйлердің даусы басқа бөлмеде отырса да, дәл қасындағыдай естіледі екен. Кім жақтырмай жатыр? Жүр ғой, деп қысқа қайырды. Әп бәрекелді. Ұрыс әрі ұшықса екен, деп тілеп жатырмын. Жоқ, қабағың үнемі қатулы. Өлсең өліп кет, жалғыз қарындасым осы үйде жүреді оқуын бітіргенше. Жүре берсін, мен бірдеңе дедім ба саған? Дейді жеңгем. Ойпыр-ай, неткен сабырлы адам, сөйлесе бірдеңе деп, мені жаманда, деймін іштей. Енді тағы сол қызға қабақ шытқаныңды көрмейтін болайын, деді де нүкте қойылды. Ой, деп ұйқыға кеттім. Таңертең жеңгем сол баяғы қабағын шытып жүр. Ағам жоқта әбден намысына тигенім бар. Шытпай қайтсын. Ағамның көзінше өтірік бәйек болып отырмын. Жеңге, сіз отыра беріңіз, өзім әкелемін деймін. Асханадан бірдеме әкелу керек болса. Біраздан соң екі баланы аулаға апарып ойнатайын дедім. Жоқ, керегі жоқ, деді қатқыл үнмен. Мұның алдында алып шығып, достарым келгенде тастап кетіп қалғам. Кеш қарайып қалған еді. Үйге кіргізіп кетпейсің бе? Деп біраз ұрысқанбыз жеңгеммен.
Ағам әңгімеге жағаласты. Неге шықпайды? Шығар. Осы сенің арманың не? Деді ағам. Ешқандай арманым жоқ. Менен емес, 200 қарындасыңнан сұра. Деп орнынан тұра бергені сол еді. Ағам шапалақпен бетінен салып жіберді. О, маған да керегі осы. Ес, дедім ішімнен. Неге ұрасың мені? Өтірік емес. Сен жұмыста кезде күнімен ұйықтап, түнімен қаңғырады. Ішіп шегіп келеді. Балаларды да алып шығып тастап кетеді аулаға. Үлкен көшеге шығып кетсе қайтер едім? Көрші Люба әкелді. Мен үй тазалап жатқанмын. 200-ді бұл. Сен келгенде басқа, сен жоқ жерде басқа. Деп шыр-пыр болып жатты. Өтірік айтады. Жақтырмасаңыз баяғыдан айтпайсыз ба? Мен не істедім сізге? Аға, бұл өтірік айтады. Менің бұл үйде тұрғанымды қаламайды. Деп өтірік жылап сықтай бастадым. Бір сөмке киімімді алып құрбымның пәтеріне көшіп келдім. Арманыма жеттім. Бұл арманға жетудің өзі оңайға соқпады. Ол пәтерде құрбымнан бөлек тағы 2 қыз бар екен. Біреуінің шашы күлгін, біреуінікі қып-қызыл. Басқа планетадан келгендей. Жә, қойшы әйтеуір, дегеніме жеттім. Басқасы қызық емес. Мен үйден кеткен соң, жеңгем өзі келіпті 2 баласымен. Ағам біразға дейін кінәлап, аралары ащы болып қалуына тікелей себеп болғанымды, мұнда жасым 40-қа келіп түсіндім ғой. Бірді айтып, бірді кеттім-ау. Бұрынғы әңгімеме оралайын. Сол күні құрбым екеуміз кешке дейін ұйықтадық. Ұйықтап ал досым. Кешке көңіл көтереміз деді. Беймезгіл уақытта ұйықтама, деп анам жиі айтатын еді. Бұл үйдегілердің таңы мен түні ауысып кеткен. Кеш қарая, елдер ұйқыға жатқанда біз ояндық. Қарным ашты, тамақ ішпейміз бе дедім. Жоқ, қазір жорыққа шығамыз. Мықты жерден тамақ жейсің деп қояды. Ал, сонымен бетімізді бояп, шашымызды тарап киіндік. Менің киімімді місе тұтпай, лақтырып тастап, өзінің былғары қысқа белдемшесі мен алды ашық бір кофтасын берді. Айнаға қарап, өз-өзімнен ұялып кеттім. Ернім шиедей. Көзімді біреу көгерткендей бояп берді. Киімім мынау. Мені ауылдағылар көрсе, бұзылған қыз деп айтып бетіме түкірер еді. Деп күлемін. Ничо, үйренесің. Деп көзін қысып қояды, сағызын шаймаңдап. Хош, сонымен екеуміз үйдің маңайынан онша алыс емес бір кафеге кеп жайғастық. Құрбым сөмкесінен темекісін алып, бұрқырата шегіп отыр. Сыра да алдыртты. Мұның алдында үйден айтпай шығып, 1-2 рет көріп, масайып қалғаным бар еді. Жеңгемнен ұрыс естіп, екеуміз біраз жерге дейін ұрысқанбыз. Маған қазір бәрі қызық. Қой деген адамдар жауымдай, көр деген адамдар досымдай болып кетті. Көр деген адамдарды досым көріп, қой деген жеңгемді жауым көріп, бұл күнге де жеттім-ау. Бұрқыраған темекіден, мұздай сырадан көріп отқанымызда, жанымызға шаштары таз, өздері семіз, жиіркенішті 2 еркек жайғасты. Менің үлкен ағаммен қатарлы шығар деп ойладым. Әлгі құрбым, бұрыннан таныс адамдарша, әңгімесін айтып тырық-жырық күліп отыр. Ойпырмай, менің армандаған күндерім осы ма? Жиіркеніштісін-ай, мыналар кім? Деп ойлап болғанымша, тұр кеттік дейді, әлгі еркектің қолынан қапсыра ұстаған құрбым. Қайда десем, қонақ үйге, деп қарап тұр. Денің сау ма? Қайдағы қонақ үй? Деп шығып бара жатсам артымнан келіп, көбірек ақша төлейді бұлар, деп бетіме қарап тұр. Денің сау ма өзіңнің? Маған ақша керек емес, деп үйге қайтып кеттім. Ой, сен де, өзің білші, деп қалды әлгі 2 тазбен. Жақын маңда болғасын тезірек үйге жетіп қалдым. Үйге келсем, бұл жақта да жын ойнақ болып жатыр. Топырлаған еркектер, үйдің іші көк түтін, арақтың иісі. Ой Алла, енді қайттым. Ағамның үйіне бара алмаймын.
Өзі аядай бір бөлмеде күлгінді қызыл шашты екі қыз, 4 еркекпен әмпей-жәмпей. Енді қайда барам деп ойланып есіктің аузында тұрып қалдым. Әлгі еркектер, кел, қосыл арамызға, не тұрыс, деп тисе бастады. Тіпті біреуі келіп белімнен шымшып алды. Ары тұр, миымды ашытпай, деп төсегімді алып ас үйге барып жаттым. Бірақ ас үйге төсегімді әкеп жайғастым. Кешке дейін ұйықтап алғаным бар. Ұйқым келер емес. Әлгілердің даусы тура төбімде сарнап жатқандай, құлақ етімді жеп бара жатыр. Қолаңса иісті айту мүмкін емес. Ауыздарына ақ ит кіріп көк ит шығып жатыр. Не бір анайы сөздерді естіп жатып, жеңгемнің сонша шырылдағанын енді түсіндім. Осылай ойыммен арпалысып, ұйқым келмей жатқанымда, арсалаңдап келіп біреу үстіме құлады. Ары-бері итеріп айғайлап жатырмын. Шамам келер емес. Үстімдегі көрпемді жұлып алды. Ей, сен кімсің? Ары тұр, сені сотқа беремін. Көмектесіңдер, деп айғайлап жатырмын. Әлгі түрі де, өзі де бейтаныс жігіт менің үстімдегі барлық киімімді күшпен шешті. Қарсыласып жатырмын. Еркектің күші осынша көп болар ма? Қара терге түсіп жанталассам да қарсыласа алмадым. Өзінің лас ойын іске асырды да тұрып кетті. Төсегімнің бәрі қан жоса. Енді қайттым, енді не істеймін? Сонша шыңғырдым, айғайладым. Неге ешкім көмекке келмеді? Көршілер ше? Деген оймен қоса, сауап, өзіңе де сол керек, деп жылап, орнымнан әзер сүйретіле тұрып, залға барсам, әлгі қызылды күлгін шаштарым да бір-бір еркектің құшағында жатыр екен. Бетімдегі бояуым көздің жасымен қап-қара болып есіктің аузында отырмын. Таң ата әлгі группалас құрбым келді. Мас, аяғынан зорға тұр. Шаштары айғайлап жалбырап кеткен. Қайда жүрсің? Мұнда кімдер тұрады өзі? Сен не өзіңді сатып ақша табасың ба? Мыналар да сондай ма? Мені біреу зорлады, танымаймын. Қазір барсам да түрін білмеймін, деп жылай бастағаным сол. Айттым саған, жаңа ана жаққа бара салуың керек еді. Деді де, кекіріп ол да барып төсекке құлай кетті. Әлгі бөлмеде арақтың бөтелкелері, темекінің тұқылдары, жеген-ішкендері жиналмай, әр қайсысы әр жерде аунап жатыр. Жезөкшелер үйі деген осы болар екен ғой. Мен осы үйге асықтым ба? Деп қатты өкіріп жыладым. Көршілер де бұлардан хабардар екен. Неше рет у-шудан милиция шақырса да, олармен де келісіп қойған ба белгісіз, ақша береме қайдам, тиіспейді бұларға. Дегенін көрші әжейден естідім. Енді қалайда әкеме үйді тезірек алдыру керекпін. Ағамның үйіне бара алмаймын. Мына масқараны кімге айтамын? Бәріне кінәлі өзім. Кімге айтам бұл масқараны? Әкеме қалай айтамын? Осы үйге асыққан өзім. Анам ше, ол бар бәле өзіңнен деп жеңгемнің сөзін сөйлеген. Мұны естісе де, өзің жырпылдап бір жерің қышып барды, деп айтудан тайынбайды. Әр қашан шындықты жақтайтын анам, менің өзімді кінәлайтынына күмәнім жоқ. Ағаларыма айта алмаймын. Жеңгем талай рет ескерткен. Санасыз, топас, енді қайттың, деп бірнеше күн өз-өзіме келе алмадым. Сабаққа да бармадым. Тамақ та ішпеймін. Пәтерлес құрбыларым сол баяғы күнімен ұйықтап, түнімен жорықта. Тәндерін сатып ақша жасайды. Маған не жоқ? Ақшадан кем қылып па еді мені әкем? Аузымнан шыққанымды әперіп отыр. Өмірімнің бәрі тоқтап қалғанда еді. Бірақ сол сәттен де сабақ ала алмадым. Уақыт өте келе ұмытып, одан да 1000 есе кінәлі істерге бардым. Әттең. Біраз уақытқа дейін іштей ой жеп, зорланғаныма намыстанып, жиіркеніп, өз-өзімді жек көріп жүрдім. Кейде ағама барып шындықты айтып,
жеңгемнен кешірім сұрап қайта сол үйге көшіп барсам ба, деп те ойландым. Бірақ әбден айтқанын істетіп үйренген еркелігім мен сасық көкірегімнен аса алмадым. 10 күндей стресте жүрдім. 11-ші күні құрбым, сен бірінші емессің, және соңғы да емессің, деді шүлдірлеп. Жайлап еңсемді көтере бастадым. Жалғыз мен емеспін, деген ойда мені марқайтып қойды. 15-ші күнге таяғанда пәтерлес құрбыларыммен қолтықтасып қысқа белдемшелер киіп, көше жағалап шықтым. Олар ақшадан тарықса, менікі тек көңіл көтеру. Әйтпесе, әкем мені ештеңеден кем қылып жатқан жоқ. Осындайда анамның бір сөзі есіме түседі. Аттан қалма байталым, байталдан қалма сай, деген. Бірінші күнгі жорығымда кафеде отырып жас жігітпен таныстым. Түрі келіспеген, бірақ тілі сайрап тұр. Қасындағысы құрбыммен сөйлесіп отыр. Сол баяғы ішімдік, темекі. Әңгімеміз қыза бастады ма, өзіміз қыза бастадық па, жарқын күлкілер шыға бастады. Қолдары менің қысқа белдемшемді одан әрі түріп, «Я қыздар, кеттік па пәтерге?» деді. Үндеместен ілесе бердім. Сасып кеткен бір бөлмелі үйге келдік. Бір бөлменің арғы басында құрбым, бергі жағында мен. Шаруамызды тындырдық, ақысын алдық, үйге қайттық. Күніге осы жағдай қайталанып жатты. Бара-бара етім үйреніп, мен өзім іздейтін болдым. Өмірдің қызығы, ішу, шегу, еркек таңдамай ойнаш жасау секілді. Мен үшін, құрбыларым үшін де солай. Үлкен еркектермен барған жеріңде аман есен, тамаққа да тойып, өзің де тойып қайтасың. Жастармен барған жеріңде әбден итшелеп, құр сүлдеріңді сүйретіп қайтасың. Себебі, қызуғанды болып тұрған олар, ойларына келгенін жасап, артынан ұрып-соғып білгендерін істеп кетеді. Бірде сақтансаң, бірде сақтанбайсың. Осылайша 6 айға жуық уақыттан соң аяғым ауыр екенін білдім. Кімнен екенін өзім де білмеймін. Енді қайттым. Күні-түні әрбір иістен лоқсып, құсып ит жерік болдым. Ит жерік дегенді ауылда анамнан естігенмін. Ауылдағы екінші ағамның әйелі тап осылай ауырып, анамның ит жерік деп тамағын иттің табағына пакетке салып, ары-бері аунатып жатқанын көрген едім. Құрбым, құтылу керек бұл баладан, деді. Енді тумаймын ғой. Ауылға қарабет болып, әкем менің бетіме де қарамай, таспен ұрып, ауылдан өзі қуып, менен бас тартар, дедім. Анадан мұнадан сұрастырып жүріп, бір дәрігер таптық. Ол кезде менің жасым 17-де ғана еді. Құрбымның сұрастыруымен бір дәрігерге келдік. Аяғым ауыр, баланы алдырғым келеді, дедім. Әкесі қайда, деді. Түрі сұсты келіншек көзілдіріктің астынан қарап. Алдап кетті, үйленеміз деп алдапты, деді құрбым менің аузымды аштырмай жатып, өзі жауап беріп. Дәлізде күтіңдер, деді дәрігер. Сыртта отырғанымызда медбике келіп аты жөнімізді жазып алып кетті. Ол кезде құрбым су әкелемін деп кеткен. Менің ойымда ештеңе жоқ. Аты жөнімді, оқу орнымды айтып қойдым. Ұзақ күттік. Шамамен 1 сағатқа жуық. Жүрегім аузымнан шығып кетердей қобалжып, әбден жүйкем тозды. Ішім бір нәрсені сезгендей, есікке жалтақтай бердім. Сезгендей ақ екен. Әлгі дәрігер, кәмелеттік жасқа толмаған жасөспірім қыз, аяғы ауыр, жігіті алдап тастап кетіпті. Сол жігітті жазалау керек, деп полицияға қоңырау шалып үлгеріпті. Олар сұрастыра келе, мен оқитын колледжге хабарласыпты. Ол замандарда талап қатал еді ғой. Есік жаққа қарағаным сол, колледж директоры, кураторым, 2 милиция жігіт келе жатты. Құрбым маған ұрысы бәлек. Біткен жеріміз осы, дедім. 2 милиция, кураторым, колледж директоры жанымызға келді. Қалт-құлт етіп басым айналып кетті. Жақсылықова, не болды?
деді кураторым маған жақындап келіп сөмкесін иығына салып. Ештеңе, дедім көбіртіктеп. Дәрігер шықты да, жүріңіздер ішке деді. Бәріміз кірдік. Мен ешкімге айтпай-ақ ақшамды алып аборт жасай салсам болар еді. Бірақ өрімде жап-жас қыз. Бірінші жүктілігі, егер мұны алдырса, бала көтеруі қиын болады. Істеген ісін әлгі жігіт мойнымен көтерсін. Обал ғой жас қызға, деді қолын сермеп-сермеп мен жаққа. Я, айта ғой, қорықпа. Ол жігіт кім? Дейді милиция ағайдың бірі маған қарап. Айта бер, қорықпа. Заң алдында жауап береді. Заң бәріне ортақ. Деді екіншісі. Айт, қызым. Айт. Болмаса үйленер. Ертең бала туа алмай қаласың мұны алдырсаң. Дейді директор апай. Маған басын изеп-изеп. Мені бір бейкүнә деп ойлап отыр ғой деймін. Біраздан соң, мен ол жігіттің кім екенін айта алмаймын. Себебі ол үйленіп кетті. Отбасына кесірім тимесін. Дедім бетім бүлкетпей. Әрі қарай даудырап, жан-жақтан қойылып жатқан сұрақтың бірі де есімде жоқ. Әке-шешем біліп қоятын болды деген қорқынышпен, буындарым әлсіреп, көзім қарауытып, талықсып кеттім. Аурухананың кереуетінде есімді жидым. Менің оянғанымды көріп, әлгілер тағы жиналды. Ата-анаңа хабар беруіміз керек, бұлай болмайды ғой деді. Енді қайттым. Деп отырғанымда тағы бір өтірік ойыма келді. Анам 2 ай бұрын қайтыс болған. Әкем қан қысымы мазалап жиі ауырып жүр. Егер бұл жағдайды естісе, әкем де өледі. Айтпаңдаршы, дедім жалынып жылап. Енді не істейміз? Дегендей бір-біріне қарайлап сыртқа шығып кетті. Мен ешкімнің атына арыз жазғым келмейді. Үйдегілерге де айта алмаймын. Босанғанша академиялық демалыс ала тұрамын. Бірақ үйдегілерге айтпаймын. Босанған соң бірақ айтам. Сіз маған қолдау білдіріңіз. Үй ішім естісе, бұл күйікке әкем шыдай алмайды. Одан басқа ешкімім жоқ, деп кураторыма жыладым. Ол келісті. Бәрін келістірді. Осылайша 1 жылға оқудан өз еркіммен шеттетілдім. Алайда үйдегілерге оқып жатырмын. Оқудың ақшасын сал, жолыма, пәтеріме, тамағыма ақша сал, сессияға ақша сал, деп ақша алып отырдым. Әрдайым оқуда жүрген адамша ақша алып отырдым. Ол ақшаға тек киім алып, ішіп жеп қыдырдым. Ішім білінбей бір барып келейін деп ауылға барып келдім. Ештеңеден хабары жоқ, әкем риза болып отыр. Қызым Алматыда оқып жатыр, деп арқамнан қағып қояды. 4 күннен соң сабағыма дайындалу керекпін деп кетіп қалдым. Еркекті күнде көре бергесін, көрмей қалсам іздейтін болдым. Осылайша аяғым ауыр болса да, ішім шыққанша лас ісімді жалғастыра бердім. Ішімдегі түсіп қалса деп, ыстық ваннаға отырамын, ыстық басамын, қысып байлаймын, ұрамын ішімді. Ештеңе әсер етпеді. Өзімнің бойым ұзын болғасын, 6 айдан асқанша ішім мүлде білінбеді. Сол кезден бастап үйден шықпай жынды бола бастадым. 2 ай түрмеге түскен адамдай ашуланып, өз-өзімді игере алмай кеттім. 9 айдың жүзіне келгенде қыз тудым. Түріне қарағым да келмеді. Құрбақа сияқты ғой мынау, керек емес, деп аурухананы басыма көтеріп айғайлап жыладым. Әлгі дәрігер, керек болмаса атқа жазып бер, мұнда бірнеше жылдан бері бала сүйе алмай жүрген танысым бар деді. Сол күні ақ бар қағазына қол қойып, қызымның түріне де қарамастан әлгілерге беріп жібердім. Жасы 40-тан асқан ерлі зайыптылар келді. Нәрестені көріп, жылап, бір-бірін құшақтап, ерекше мейіріммен алып кетті. Ал мен бір пакетімді алып үйге қайттым. Өзімнің де мейірімім болмағасын ба, сүтім де сол мезетте ақ тартылып кетті де еш қиналмадым. Қыз тудым екен-ау деген ой да болмады. Ең бастысы,
Ешбір кедергісіз құтылғаныма қуандым. Ол жақсы отбасына барды. Асырап алған отбасының отағасы лауазымды қызметте істейді екен. Әйелінің де өз бизнесі бар. Алайда, бір кем дүние деген осындайларға айтылған ба дерсің. Перзентті бола алмапты. Атын несібелі деп қоямыз. Дегенді құлағым шалып қалған. Хош, сонымен үйге келдім. Неше күннен бері ұйқым қанбады. Бір күн орнымнан тұрмай ұйықтадым. Құрбым, негізі қыздан құтылғаның дұрыс болды. Ол да жүк болар еді саған. Сол адамдардың табыла кеткенін қарасайшы, деп тырқ-тырқ күледі. Айтпа деймін, іздегенге сұраған, деп мен де мәзбін. Осылай үйде 25-30 күнде жаттым. Толықтай тазаруым үшін ғана. Әйелдер қауымы түсінеді. Сол уақыт аралығында да біраз ашушаңдыққа бой алдырдым. Еркек іздеп тұратын, нағыз төсек құмар болғандаймын. Міне, біраз уақыт араға салып, тағы да көшеге жорыққа шықтық. Енді кафелерден қайран болмай қалғандай. Құрбым, Сайына деген көше бар, сол жаққа барайық деді. Бардық. Бізден де өзге қыздардың қарасы өте көп. Жасы бар, егдесі бар. Бізді бақталас санағандай. Жаман көздермен аларып қарап қояды. Тура бір ауылдағы мал базардан мал таңдағандай, көлікпен жүйткіп келіп, маңайымызға тоқтап, сен, деп таңдап алады. Таңдауының саған түскенін абырой санап, әлгі қыздардың алдынан шашыңды артқа бір тартып, керіліп, созылып барып көлікке жайғасасың. Ол жерді орысшалап айтқанда, крышевать ететін милициялар бар. Оларға тапқан ақшаңнан бір бөлігін беріп отырасың. Сонда сені ол жерден ешкім қумайды. Бір күні, тез болсаңшы, неге бұлжырап кеттің? Деп құрбым екеуміз асығып шықтық. Сол күні аяғым тартпай, мең-зең күй кешіп зорға бардым. Көп ұйықтағаннан ба, басым ауырып тұр дедім. Анамның кеш қарая ұйықтама дейтіні осы шығар, содан болар ауырып тұрғаным дедім. Қас қарайып қалған, тіпті түнеріп қалған. Қасымызға жүйткіп келіп, соңғы маркалы әдемі көлік тоқтады. Терезесін ашып, сағызын шаймаңдап ұзақ қарады. Ондайда кейде қыздар өзіміз жүгіріп барамыз. Мен жүгіре қоймадым, жүрегім алқынып тұр еді. Көздері бізге түсіпті. Ең жасы біз болып тұрғаннан шығар. Сүйретіліп барып көлікке отырдым. Қала шетіндегі үлкен үйге әкелді. Әдетте мұндай жерге үлкен отырыстарды әкеледі. 4-5 жігітке бірден қызмет етесің. Ауырып тұрғанымда бұл болмадау, деп ойладым. Аяғымның тартпағаны осы екен. Ішке енсем, екінші ағамның кластасы, менің де ағамдай болып кеткен ауылдас аға отыр екен. Не істерімді білмей абдырап қалдым. Тіпті көзімнен ытқып-ытқып ыстық жас шықты. Ол да маған таңданып, таң қалған күйінде ұзақ қарады. Енді не болар екен? Дегенде есіктің алдында ұзақ тұрып қалдым. Кірсеңші, деп арқамнан біреу бір соқты. Шығып кетейін десем, тағы болмайды. Кірейін десем, тағы болмайды. Не істерімді білмей абдырап қалдым. Қалайсың деді. Алдымда тұрған пиваны ішіп отырып, ағамның досы. Үндемедім. Ыстық жасым тырс-тырс тамып тұрмын. Кел, отыр, жайғас деді. Темекінің қорабын бар күшімен мыжып, жайлап жанына жайғастым. Қасындағы отырғандарға көзімен есік жақты нұсқады. Бәрі тұрып кетті. Бәрі деймін ау, жаңағы бірге келген құрбым, тағы 4 жігіт. Маған тесіле ұзақ қарады. Көзінің қарасы менің жүрегімді тесіп өтті. Жарқын білеме бұл жүрісіңді? Үнсіздік. Білмейтін болар, болса жер басып жүрмес едің, деді темекісін тұтатып. Я, не басыңа күн туды? Тағы үнсіздік. Айт, не басыңа күн туды? Тәніңді саудалайтын. Деп стөлді бір қойғанда селк ете қалдым.
Сені көріп, мен жерге кіріп кете жаздадым. Білесің бе? Не мынау жүрісің? Не жетпейді саған? Неден кем өстің? Айт, деді шынтағымнан қатты қысып ұстап. Сәл масайып қалғандай. Жылай бердім. Істеп жүрген ісіме сол сәтте ғана өкініппін. Мен сені туған қарындасымдай жақсы көрдім. Жарқынды қатты сыйлаймын. Деген ол, темекінің тұқылын езіп өшірді де, мені сүйреп далаға шығарды. Құры кет, көзіме көрінбей. Ұятсыз, шошқадан не айырмашылығың қалды? Артық сөз айтқым келсе де, ағаңды сыйлап тұрмын. Деп сүйрелеп дарбазадан шығарып есікті жаба бергені сол. Қасындағы жігіттер жетіп келді. Брат, ты чё? Дейді біреуі. Ол ашуланып кетіп қалды. Дарбазадан қатты соғып ашуын өтіндім. Ашпады. Ағатай, аға, үйдегілерге айтпашы, жалынамын, айтпашы. Деп дарбаза алдында сұлқ түсіп жылай бастадым. Құрбым қалды. Жаяулатып түн ортасы болса да, көше бойына шығып таксимен үйге қайттым. Тірі өліктей, аяғымды санап басып, жоғары қабатқа әзер көтерілдім де, төсекке құлай кеттім. Тоқтаусыз жылап жатырмын. Бір ай үйден шықпай жаттым. Тым-тырыс. Әкем анда-санда қоңырау соғып, жағдайымды сұрап тұрады. Басқа ештеңе айтпады. Демек, айтпаған. Көңілім орнына түскендей болып, қайта жұмысыма кірістім. Өкінгенім есімнен де шығып кетті. 1-2 аптадан соң, інімнің өз-өзіне қол жұмсамақ болғанын естідім. Ести сала асығып аптығып ауылға жетіп бардым. Ол кезде 10-шы сыныпты оқып жүрген. Жас аралығымыз 1 жас 5 ай болатын. Не болды? Неге олай жасадың? Әлде аспа кесел болды ма? Деп әкемнен, анамнан, ағамнан сұрадым. Ешбірі білмейді. Түстен кейін үйдегілер тынығып жатқанда, інім қасыма келді. Оңбаған, салдақы. Қай бетімен келдің, дейді. Шошып кеттім. Не айтып тұрсың? Дедім бірден шатынап. Не айтып тұрғанымды жақсы біліп отырсың. Сені Сағи не деп айтқанын білесің ба? Сенің әпкең тәнін саудалайтын жезөкше болып кетіпті. Мен соған намыстандым. Сол сөзге кірер тесік таппай өлгім келді. Кет үйден. Сен сияқты әпкем жоқ. Өлгенің жақсы одан да, дейді бетіме тесіле қарап. Қай Сағи? Деймін түсінбей. Қайдан көріпті? Оттай бермесін. Деп жеңістік бермей өзіне шабуыл жасап, айғайлап. Сөйтсем, ауылдың бір жігіті менің көшеде тұрғанымды көрген екен. Аты шулы Сайын көшесінде. Ініммен сөзге келіп қалғанда, соны айтып бетіне басыпты. Екеуінің ерегесінің соңы төбелеске ұласып, қатты намыстанған екен. Өздері естімесе, папаларға айтпаймын. Тез үйден кет. Дереу жиналып, үйдегілерге өтірік сылтау айтып шығып кеттім. Жол бойы жылап келемін. Сағи білсе, бүкіл ауыл білетінде кез келді-ау. Үйдегілерге, әсіресе ауылда әкім болып отырған әкеме ұят келтірдім, деп жылап келемін. Неге бұл өмірді таңдадым? Не жетпеді? Деп жылап отырып автобуспен Алматыға да жеттім. Құрбыларыма барғым келмеді. Автобустан түскен бойда пәтермен жұмыс іздеп кеттім. Қайта ол пәтерге барсам тыныш таппасым анық. Сол ісіме қайта кірісетініме күмәнім жоқ. Одан да өз күнімді өзім көрейін дедім. 2 бөлім. Құрбыларыма барғым келмей Алматыға келе сала жұмыс іздедім. Автобустан түскен бетім сол. Бар ойым ауылда. Әке-шешем естісе не болар екен? Әлгі Сағи айтпай қоймасы анық. Біреуге айтса жетіп жатыр. Ол біреуге, ол тағы біреуге. Не істеймін, деп аялдаманың отырғышына отыра кеттім. Автовокзал болғасын адамның қарасы көп. Бір асханаға кіріп тамақ ішіп алайыншы деп жақын маңдағысына кірдім. Орын жоқ екен. Бір апайдың қасына жайғастым. Әңгімешіл екен өзі. Жеке дүкенім бар,
деп әңгімесін бастап кетті. Сен қайдансың, қайда оқисың деп сұрап жатыр. Өтірікті соғып жатырмын. Бәрін айтта бірін айт, сол апайдың қасына жұмысшы керек екен. Ол кезде киім деген қазіргідей бейпіл емес қой. Қуанып кеттім. Сол маңнан пәтерде табыла кетті. Ол жақтың қыздары тәртіпті. Тіке сабағына барып келіп, кешке бір кітапты оқып отыратын тәрбиелі 3 қыз. Міне, осылайша мен жақсы жаққа өзгере бастадым. Өзгергін келсе ортаңды өзгертсең жетіп жатыр екен. Бірақ ойымдағы бір сұрақ, мен туралы ауылдағылар білмесе екен деген маза бермеді. Әлгі басшы апайыма да жаға бастадым. Кешке шаршап келіп құлаймын. Үйдегілерден мүлдем ақша сұрамайтын болдым. Бір күні бастығым, сенің өзі жігітің бар ма деді. Жоқ, деп қысқа қайырдым. Неге? Әдемі жап-жас қызсың, деп қоймады. Білмеймін, маған қызық емес, деп қысқа қайырдым. Давай мен сені ініммен таныстырайын, Шымкентте тұрады деді. 2 күннен соң інісі жұмысқа келді. Сұңғақ бойлы, қасы көзі қиылған сұп-сұлу. Күлген кезде 2 бетіндегі ямочкасы көрініп, одан бетер сұлуланып кетеді. Нәзік қолдарын созып, Нұркен, деді. Әдемі жігіт. Сызылып ұялып қалдым. Екеумізді оңаша жіберді. Танысып білістік. 3-4 рет үйге шығарып салды. 1 аптадан соң маған ескертусіз алып қашты. Үйімдегілерге таныстырамын, бүгін ағамның тойы деп Шымкентке бірге шыққанбыз. Ешбір ағасының емес, осы жігіт келін әкеледі деп күтіп отыр екен. Менің бар ойым қыз емес екенімде. Ол заманда оған қатты мән беретін. Жанталасып қарсыласып жатырмын. Бірақ жігітті мен де ұнатамын. Жігіттің өзімен оңаша сөйлескім келеді дедім. Келді. Менің саған айтпаған бір сырым бар дедім. Я, айта бер жаным, мен сені қатты ұнатып қалдым. Бақытты боламыз, тек кетем демеші дейді, жалынышты үнмен. Неткен аңғал, жүрегі таза еді. Мені бұрын біреулер зорлаған. Осындайда осындай деп, алғаш пәтерде көшіп барған кездегін айттым. Арғысын айтуға батылым жетпеді. Себебі, мен оны сүйіп қалған едім. Айырылып қалғым келмеді. Біраз үнсіз отырды. Менен бас тартатын болар деп те қорықтым. Бірақ бас тартпады. Әлде сонша туыстың ортасында абыройы төгіліп, қалыңдықтың кетіп қалғанын қаламады ма? Бәрібір сені жақсы көремін. Еш қайда жібермеймін, деп құшақтады. Мен жылап қалдым. Кешірім жіберіліп, қуғыншы келіп, беташар өтті. Түнде 2 жеңгесі ақ жайма жайып берді. Енді не болар екен? Деп қатты састым. Күйеуім алақанын пышақпен тіліп, жаймаға жақты. Мені шын сүйіпті бейшара. Мен саған лайық емеспін, деп іштей намысым келді. Бізде бәрі жақсы болды. Той 2 айдан соң жасалды. Анасы науқастанып жатқанына байланысты. Той күні бұрын әскерде бірге болған досы келді. Ол жігітті жақсы танимын. Бұрын қызмет қылғанмын. Білгенін істеп, ақшасын бермей бізді ұрып кеткен. Енді не болар екен? Өмір бойы алдымнан кесе көлденеңдеп шыға береді-ау. Бар қателігім. Деп өз-өзімді жеп отырмын. Бәрі көңілді, менен басқасы. Әлгі досы мені биге шақырды. Ақ көйлегіммен жерді сүйретіп ортаға шықтым. Ну ти хитрица, дейді құлағымның түбіне. Мас болып қалған. Бірдеңені айтып қояма деп, қылпылдап бара жатырмын. Қалай, дейді айғайлап, музыкамен қоса жаңғырып. Жақсы, дедім жанарымды тайтырып. Сенің жағдайыңды сұрап тұрған жоқпын. Менің досымды қалай айналдырып алдың? Деді тағы құлағымның түбіне келіп. Бұрылып кетіп қалдым. Той тарқасты. Күйеуім жолдастарымен бірге бір жаққа кетті. Мен қонақтарға қызмет қылып жүрмін. Ол заманда тойдың бәрі палатқа құрылып, үйде өтетін. Таңғы сағат 7-ден аса үйге келген күйеуім әй-шәй жоқ шашымнан сүйрелеп ұра бастады. Бәрі араша түсіп әлек. Ештеңе айтпастан тепкілей берді. Есімнен танып қалыппын. Ауруханада 10 күннен аса жатып шықтым. Ауылға кетем деген анама баратын бетім жоқ дедім. Сіз қайта беріңіз, әкеме күтім керек. Мен өз күнімді өзім көре аламын деп қалдым.
Анам азын аулақ жиған тергенін тастап кетті. Ешкімге айтпай-ақ қой деп қояды. Соған қарағанда үйдегілер менен бас тартқаны анық. Мұнан асқан қасірет бар ма? Сүйретіліп жүріп, қыздармен жалдап тұратын жалдамалы пәтер таптым. Бір апта сенделіп жүріп, асханаға ыдыс жуушы болып жұмысқа орналастым. Күніне беретін тиын тебенін талғажау етіп жинап, пәтерге төлеймін. Түскі асым тегін. Кешке аш жатсам да ештеңе етпейді деймін. Қолда бар алтынның қадірі жоқ деген осы болар. Түскен оқуымды, бәйек болып отырған аға жеңгемнің жылы үйін, әкемнің апта сайын салып тұрған ақшасын, жан жақтан жалғыз қыз деп еркелеткенді көтере алмай мастанып кеттім. Анам анда-санда тығып ақша салады автобустан. Ол да бір көмек болды. Өмірдің, ата-ананың, ақшаның, отбасының қадірін енді түсіндім, деп ойладым. Алайда, мен істеп жүрген асханада қарауыл болып жүрген бір жігіт бар еді. Менен 5 жасқа үлкен. Менде сезімі барын байқап жүргем. Әбден жетіспеушіліктен қажып кеткен мен, бір күні үйленейік дедім. Өзі момын жігіт еді. Абдырап сасып қалды. Үйі бар екенін білемін. Бір ойым сол үйге көшіп бару болды. Момынның момыны еді. Ата-анасынан ерте айрылған. Тұрып жатқан үйі сол әке-шешесінен қалған. Бір айға жетпей шаңырақ көтердік. Ит мінезім оңалсын ба? Жуас қой жүндеуге жақсы деп, өмірден ала алмаған өкпемді сол күйеуімнен алып, ит тепкісін шығардым. Тіпті менсінбедім. Әр түрлі еркекті көріп қалған мен, оны адам қорлы көрмей жерініп қанағаттанбадым. 5 айдан соң аяғым ауыр екенін білдім. Баланы алдырамын, керек жоқ деймін. Оның не ботам, бұл біздің ұрпағымыз, баламыз дейді жалынып. Оның орнында басқа біреу болса, басымнан сол сәтте бір қояр еді. Сен сияқты сүмелек болып жүреме, керегі жоқ, деп қырсығып барып алдырып тастадым. Бұл менің ең үлкен өкінішім. Күйеуімнің момындығы сонша, ол үйде жатқанда маған еркектер келіп терезені қағатын. Мен міз бақпастан шығып кете беремін. Көңіл көтеріп қайтып келіп қасына жатамын. Бұл жағдайдан бір күні хабардар болған қайын әпкем, күйеуімнің папасының қарындасы, үйден қуып шықты. Інімнің момындығын пайдаланған салдақы, деп киімдерімнің бәрін терезеден лақтырып үйден қуып жіберді. Бәз баяғы қалпыма түсіп, көше жағалап кеттім. Бірақ бұрынғыдай емес, бетімнің әрі кетіп шаршап қалғанмын. Ақша табуым қиындады. 1 жылдан аса уақыт тәнімді саудалап жүріп, тағы бір еркекпен танысып азаматтық некеге тұрдық. Аздап шегетіні де, ішетіні де бар. Ол мені күнде таяқтайтын. Күнде, Құдайдың құтты күні, ісімді бетіме салық қылып, күнде шашымнан сүйреп допша домалататын. Кетемін десем, өлтіремін деп қорқытады. Мен ол кезде асханаға ыдыс жуушы, еден жуушы болып ақша тауып келемін. Менің бар тапқанымды ішіп жеп, өзімді кіммен болып келдің, деп соққыға жығатын еді. Осылай қорлықпен 1 жыл өмірім тағы өтті. Үйімдегілермен хабарсыз кеткенім әлде қашан. Бәрі менен бас тартты. Азаматтық некедегі күйеуім де бір күні сотталып кетті. Заңсыз есірткі сатқаны үшін. Біреудің тауарын жеткізіп беріп, өзі де содан алатын көрінеді. Оны кейін білдім. Әйтеуір не де болса құтылғаныма қуандым. Өмірімді өзім қолыммен жасап алғанымды түсініп, тәубеме келдім. Мешітке бардым, намазға жығылдым, оңай емес. Жан дүнием қарсыласып жүріп, 2 жылға жуық уақытта өзімді жеңдім. Ауруханаға еден жуушы болып жұмысқа орналастым. Хиджаб кидім, 5 уақыт намаз оқыдым. Солай жүріп қазіргі күйеуіммен таныстым. Жақсы адам, өткен өмірімнің бәрін қабылдады. Бұрын ажырасқан, бала көтере алмадым. Онымен қоса ауру таптым. Не ем жасасам да ем қонбай, жатырымды алып тастады. Жақында бір баланы асырап алдық. Жас, өрімдей қыз. Баладан құтылғанша асығып тұрды. Өткен өмірім есіме түсіп, терең күрсіндім. Күйеуім мені тастап кетер ме екен деген қорқыныш санамды билеп алған.
Тек соның айтқанын жасап, бәйек болып жүремін. Баламды да қатты жақсы көремін. Өз қаным, өз ішімнен шықпаса да қатты жақсы көремін. Қазір 5 уақыт намазымды оқып, кешірім сұрап жалбарынамын. Қызымды іздемедім. 20-дан асқан, бойжеткен қыз болған шығар. Іздегім келеді. Бірақ өзімді кінәлаймын. Іздегенде жүрегімді ауыртып қайтемін. Бақытты өмірін бұзбайын деймін. Әкем сол қан қысымынан сал ауруы болып қалды. Бәрі мені кешірді. Тұрмысқа шығып, бала асырап алған соң ғана кешірді. Өткенге деген өкінішім өзегімді өртесе де, шынтағымды тістей алмаспын. Қарагөз сіңілдерім, бір сәттік ләззат үшін бүкіл өмірлерін қор қылмаса екен. Орталарың жақсы болса, өздеріңде жақсы боласыңдар. Дос таңдаудан шатаспаңдар. Ақылмен шешімдер, деп қорланған хикаямды ауыр болса да баяндап отырмын. Қыз баланың ары бәрінен де жоғары болсын. Шалыс қадамнан алыс болса екен, менің қателігім өзгеге сабақ болар, деп сөзін аяқтаған кейіпкерім егіліп жылап барып, WhatsApp-тағы аудиосын өшірді. Соңы. Каналға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыз. Назар аударып тыңдағаныңызға рахмет.